Намазда тұрған кезде 3 қадам алға жылжу дұрыс па дейді. Енді 3 қадамды білмеймін. Кейбір мешіттерде мен бір жігіттердің шауып баратқанын көремін ғой, білмеймін. Жаңалдегі қобыланды батыр сияқты қолын кеудесіне қойып алады да дігідік шабады деп кетеді. Ол кісі қаяққа барып тоқтайтынын тоқтасын, Құдай сақтасын. Бауырлар, пайғамбарымыздың хадисін айтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында сахих хадисте келеді, бір кісі мешітке кешігіп келеді намазға. Кешігіп келеді, пайғамбарымыз намаз бастап қояды. Келген кезден бастап сол жерге есіктің алдына кіреді да үй салады да пайғамбарымыз. Сөйтеді да әр руку сайын, сәжде сайын жақындап келе береді. Сөйтіп келіп сапқа қосылып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір қасиеті бар еді. Ол арттағы адамдарды көретін еді намазда тұрса да. Намаз біткен соң айтады, пәленше дейді. Сен қазір не істедің дейді. Мен дейді, намаздан қалып кетуден қорықтым дейді. Дұрыс қой енді, рас қой, пайғамбармен бірге намаз оқу үлкен нәрсе ғой. Кешігіп қалдың дейді. Сонда сол тәртіпті түсіндіргенде былай айтады. Намазға келерде жүгіруге болмайды. Келер кезде асықпай, байсалдылықпенен жүріп келді. Келген жеріңнен жалғастыр намазыңды дейді. Және бұлай екінші жасама дейді. Яғни намазда жаңа дегендей бір-екі таныс билеп келуге болмайды. Намазға келген кезде жай жүріп келіп тоқтап асықпай тұрып намазға ұйыңыз. Алла бұйыртса жамаатқа қосыласыз. Бұйыртпаса енді қайтесіз енді. Тек қана намазда 1-2 қадам қоюға ғана рұқсат береді. 2 қадам қайдан 1 қадамды. Өйткені пайғамбарымыздан келген Бұхаридегі хадистер бар, Муслимдегі. Пайғамбарымыздың жанында бір жігіт тұрып намаз оқып тұрған кезінде екінші жігіт келеді. Жаңа сол келіп тұрған кезінде пайғамбарымыз екі жағынан келіп тұрған адамды екеуінің қолынан ұстап, арқаға қарай 1 қадам қойып екеуін қосады. Сөйтіп қосқаннан кейін өзі алға тұрып намазын оқып береді. Осы нәрсе бірнешені білдіреді. Егер сіздің артыңызда тіреліп қалатын нәрсе болса, екеуі екі жағыңызда тұра береді. Және сап имамның тура артынан басталатындығын білдіреді. Және жаңалдегі имамның артына 1 адам тұрса, жанына тұра беруді білдіреді. Және егер 2 адам және одан көп болса, олар имамның жанына емес, міндетті түрде артта орын болса, арқада тұруды білдіреді. Және сол жерде 1 қадам егер намаз үшін болса, әсер етпейтінін білдіреді. Яғни 1 адам намаз оқып тұрса, жанында тұрса, сізде сол тұрған адамды біреулер имамды итеріп жібереді. Жоқ, ондай емес. Жандағы адамды алға қарай алып тұрасыз, ал имамды итере алмайсыз. Имам тұрады, сіз жанына келіп, екі жанына тұрғандай жанына келіп тұрып намаздарыңызды жалғастырасыз.